премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Ғалымқызы Балаеваға бағытталады. Бір мәселеге қайтып келуге тура келіп тұр. Жалпы өз қазір атағы жоқ. Мына медаль алмаған кім қалды өзі бізде? Байқаған шығарсыздар, жаңа жылдың алдында біздің өмір атын естімеген белгісіз қоғамдық ұйымдар тағы да бір шүлен таратқандай үлестіріп жатыр. Өйткені қоғамда сұраныс та бар. Айтайын дегенім, ата құмарлық кәдімгі бізде бір дертке айналып барады. Марапат пен атақ базарда сатылатын қазір сувенир сияқты. Бұған дейін бұл мәселені біраз әріптестерім депутаттарда көтерді. Арнайы заң, норма қабылданды, алайда бұл үрдіс керісінше бізде өдеп барады. Мәселен, Қазақстанның құрметті азаматы төсбелгісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері медалі және ұлт ұстазы дейтін атақтар кейбір деректерге қарағанда ашық не жасырын түрде 20 мыңнан 100 мың теңгеге дейінгі аралықта сатылып жатыр. Біздің пысықайлар әбден дәндеп алған, тіпті біздің Қазмедианың үлкен залдарын, зәулім сарайларды жалғалады арендаға. Қызыл кілемін төсетеді, салтанат түрде сахнаға шығарып тұрып марапаттайды, кәсіпкерден бастап мұғалімге дейін. Оның арасында біздің таныс туыстар да бар екен. Бір-бірін құттықтап WhatsApp-қа жариялап жатыр. Мәз не атақ алып жатқандарын өздері де білмейді. Мәселе біреудің марапат алғанды емес, мәселе марапаттың қандай жолмен, қандай негізде беріліп жатқанды мүлдем құн қалмады. Ал пысықайлар үшін бұл тек қана бизнес қана. Тіпті қазір ғасыр ұстазы, Алаш ұстаз дейтін атақтар шығыпты, тек ақшасын төлесең болды, медальда, орденде, куәлікте, қысқасы дайын шоу пакетке бірден ие боласың. Өмірді мүлдем атын естімеген қоғамдық ұйымдар ғасыр ұстазы дейтін атақ беретіндей не құдіреті бар, білмеймін бұлардың. Ұят нәрсені тоқтатуымыз керек. Көптеген дамыған елдерде мемлекеттік марапаттар заңмен қорғалатын институт. Атақтар мен наградтардың критерийі нақты белгіленіп, рәсімделу ашық түрде жүзеге асады. Бұл жүйе награданың беделін сақтауға, заңсыз саудаға жол бермеуге, қоғамда әділдік пен моральдық тәртіпті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ал біздің елде керісінше, қалтасында қаржысы немесе танысы бар кез келген адам қоғамдық ұйым ашып алып, атақ таратумен айналыса алады. Ең қауіптісі бұл марапат бизнесінің ең алдымен мектептерге енуіне. Жаппай қазір мұғалімдер сатып алып жатыр. Бүгінде ұстаздың кәсіби деңгейі нақты нәтижемен, білім сапасымен емес, қайдағы жоқ алғыс хат пен медаль саны арқылы өлшенетіндей жағдайға жеттік. Соның салдарынан мұғалімдер оқушыға білім беруде емес, марапат жинауда бір-бірімен жарыса бастады. Бұл білім жүйесінің іргетасын шайқалтатын аса қауіпті құбылыс деп ойлаймын. Қаптаған атақ таратқыш ұйымдардың кесірінен біз атақ пен марапатты тойға апаратын жай сыйлық деңгейіне дейін қазір арзандатып жібердік. Осыған байланысты төмендегі мәселелер бойынша үкіметке нақты ұсыныстар жолдаймын. 2025 жылғы маусымда қабылданған заңнамалық өзгерістердің толық әрі тиімді іске асуын қамтамасыз ету, мемлекеттік наградалар туралы заң нормаларының орындалуына жүйелі бақылау орнату. Екіншіден, қоғамдық марапаттарды заңсыз тарату фактілері бойынша әкімшілік және өзге де құқықтық шараларды жүйелі түрде қолдану, жауапты тұлғалардың әрекетіне нақты құқықтық баға беру, мемлекеттік және қоғамдық наградалардың бірыңғай тіркелімін енгізу, цифрлық бақылау мен қадағалау тетіктерін күшейту арқылы марапаттау институттарының ашықтығы мен беделін қамтамасыз ету. Шындығы сол, мемлекеттік наградалармен шатастыратын қоғамдық атақтар таратып жатқандар өздерін ешқандай бір кінәлі сезінбейді. Бұл заңның әлсіздігі емес, оның орындалуының салдары. Менің ойымша салмағы жоқ, жөн жосықсыз сатылып жатқан атақ марапаттарды тоқтатудың бір ғана жолы бар. Сатқызбау, сатып алмау және жол бергендерді заң нормаларына сәйкес жауапқа тарту. Аида Ғалымқызы, осы ұсыныстар бойынша жүйелі жұмыс жүргізулеріңізді сұраймын.